Қымбатты білім алушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Берілген нүктеде функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі y-тен fx0 плюс f'(x0) көбейтілген жақша ішінде x азайтылған x0. Бұл жанаманың теңдеуі деп аталады. Бұл жанаманың теңдеуін жазу үшін есеп шығару барысында біз мынадай алгоритмді білуіміз керек. Ол алгоритміміз 4 қадамнан тұрады. Бірінші қадам x0-ге сәйкес fx0-ді есептеп аламыз. Екінші қадам fx функциясының туындысын табамыз. Үшінші x0-дегі туындының мәнін f'(x0) деп есептеп аламыз. Төртінші табылған мәндерді бірінші формулаға әкеліп қойып жанаманың теңдеуін жазамыз. Енді 15-те үшінші есепті шығарып көрейік. fx-тен 4x² минус 2, x0 тең минус 1. Бірінші қадам бойынша біз fx0 нүктесіндегі 4x² минус 2-ның мәнін тауып аламыз. X-тің орнына минус 1-ді әкеп қоямыз. Минус 1-дің квадраты 1, 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 2-ні азайтсақ 2 болады. Екінші қадамда осы тұрған функцияның туындысын аламыз. 4x² минус 2-ның туындысы 2 алдына түсетте 8x болады. Үшінші қадамымызда осы туындыдан минус 1-ді 0-ді әкеліп қоямыз. x 0-дің орнына. Енді 8x, 8 көбейтілген минус 1. Екеуін көбейтсек минус 8 болады. Енді төртінші қадамға келейік. Төртінші қадамымызда біз осы жанаманың теңдеуіне табылған мәндерді әкеп қоямыз. Y-тен 2 қосылған x0-дің орнына мына 2-ні әкеп қойдық. Қосылған формуладағы f'(x0)дің орнына біз минус 8-ді әкеліп қоямыз. Көбейтілген жақшаның ішінде x-ті жазамыз. Және де азайтылған x0 минус 1-ге тең, оны жақшаның ішіне жазып аламыз. Тең. Енді 2-ні жазамыз да, жерде жақшаны ашамыз. Минус 8 көбейтілген жақша x, мына минус пен минус плюс болып кетеді. Енді жақшаны ашайық. 2-ні жазамыз. Минус 8x болады, және минус 8 болады. Ықшамдайтын болсақ, минус 8x, 8-ден 2-ні азайтсақ, минус 6 болады. Бұл жерде жанаманың теңдеуі y-тен минус 8x минус 6 болады. Келесі, есеп fx-тен 3x² плюс 1, x0 тең 1. Бірінші қадамыз fx0 тең 1-ді әкеліп, мына жерге әкеп қоямыз. 3 көбейту 1-дің квадраты плюс 1. 1-дің квадраты 1, 3, 1-ді қоссақ 4. Осы функциядан туындалатын болсақ, 3x² плюс 1 туындысы 2 алдына түсіп 6x болады. Енді осы туындының мәніндегі x-ке 1-ді әкеп қоямыз. 6 көбейту x орнына 1-ді қоямыз. 6-ға тең. Төртінші қадамымызда осы табылған мәндерді біз жанаманың теңдеуіне әкелеміз. Жанаманың теңдеуіне әкеп қоямыз. Олай болса, y-тен біздегі жанаманың теңдеуі fx0-іміз 4-ге тең болды. Қосу f'(x0)іміз бізде 6-ға тең болды. Көбейтілген жақша x-ті жазамыз, азайтылған x0-ге 1-ді қоямыз. Тең. 4-тің өзін жазамыз, 6-ны жазамыз, жақшаны ашамыз. 6x минус 6. Ықшамдаймыз, 6x-тің өзін жазамыз, 4-тен 6-ны азайтсақ 2. Олай болса, жанаманың теңдеуі y-тен 6x минус 2. Оқушылар, егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарымен бөлісіп қойыңыздар.